шүкір, барлығы жақсы. Бүгін жақсы бәрі. Кеше ағыл тегіл жыладық. Жеңілдеп қалған шығарсыз бірақ, иә? Жеңілдеп қалдым, иә, біраздан бері. Не үшін жылап отқанымды, бірақ болады қыздарда анда-санда бір не үшін жылап отқанымызды білмейміз, бірақ кішкентай нәрселердің барлығы жиналып осылай. Біреу бірдеңе десе де жылап қалып, сондай ситуация болып қалды. Нұртас, қалайсыз? Қайырлы күн баршаңызға. Енді кешегі ситуация менен түрімнен көрінген шығар, түсінбей қалғаным, кішкене ішімнен түсіндік, байқадық. ашу қысып қалды сәл-сәл. Неге деген сұрақтар деген. Одан кейін эфирдан шығып сөйлестік. Нормально сөйлестік. Бірден қызарып ашуланып кеткеннен кейін мен де ойладым, қалай болады екен, қалай сөйлеседі екен дегендей. Ой, Балауса ханым, мен енді айтып түсіндіре алмай жатырмын, өйткені ішімдегі өзімнің нәрсемді өзім әйтеуір түсінбеймін, бірақ әйтеуір бірдеңелерді айтып қоямын бұл кісіге. Бірақ екеуміз шыққаннан кейін, машинаға отырғаннан кейін біраз уақыттар бойы үндемей отырдық. 2 светофорға дейін жетем дегенге шейін бұл кісі ашуланып отыр енді. Сразу не болды саған деп айқайлап жүрген. Шошып кеттім да енді. Енді күтпей қалды да бұл кісі менің өйтіп жылайтынымды, менің жылағаныма ашуланып кеткен екен да бұл кісі. Неге мен хабардар емеспін деген. Содан үй жаққа барып біраз сөйлестік. Иногда осылай ұрсып, кішкене бір ұрсып деуге келмейді. Түсініспей қалғанда дұрыс шығар. Арада бір қайтадан бір кішкентай оттардың жануына дейін ба. Сонымен бір мәмілеге келе алмадық ол кезде. Бірақ жаймен сөйлесіп отырдық. Қой, онда болса болды, иә деп бір-бірімізге ешіп өйтіп қарап қоямыз ғой жаңағы. Үміт көзбенше. Я енді бітсе кім бірінші қадам жасайды деп отырдық. Сонымен я онда болды, қоя салайық деп те ешкім айтқан жоқ па? Жоқ, айттық оны. Айтып қол алысып қойдық. Сөйтіп, мен онда Қызылордамен жаймен қайта берейін деп қоямын ғой, мен де енді бәрі бітсе деп керексіз отырық, бірақ қимай отырмыз да бір-бірімізді. Сонымен мен машинаға түсіп үйге кіріп кеттім. Содан тіпті тоқтатып тастадыңыздар ма сонда? Сонымен бүйтіп Вася деп кетіп қалғанбыз екеуміз бір-бірімізге. Кірдім, жарты сағат кішкене ойландым, өз-өзіме келдім. Маған не ұнамады, не ситуация болып кетті, осының барлығы осы нәрсеге стоит па деген сұрақ болды да менде. Сонымен енді бір жақсы болып келе жатқан кезде бір тырнақ астынан кіргізіп бармын ғой, бұл кісіге негізі қатысы жоқ қой деп сабырға келіп мен звондаған болатын бұл кісіге. Іштей өзіңіздің қателіктеріңізді жайлап түсіндіңіз. Иә, бірақ бір қызық қылып шақырдым да бұл кісіні. Былай айттым, мен жиналып қойдым, кетіп бара жатырмын. Давайте күшті қоштасып кетейік деп қоямын ғой. Безеп қояды еще, бұл кісі қайтпайды. Мен қазір студиядамын дейді. Менде запись бар, тазалап отырмын. Сол біткесін барам деді. Сосын мен айттым, мен танып қалған Нұртас болса қазір келеді. Ол кісі жаңағыдай бір проблеманы шешпейінше басқа нәрсеге қолы бармайтын кісі. Сонымен арада бір 10-15 минутта өткен жоқ. Шық деп жазып тұр. Шықтым сонымен. Тіпті жаңағы жазбаның бәрі қалды, жұмыста, студияда. Қалып қойды ол запись деген қалды ғой. Сіз кетіп бара жатсыз Қызылордаға. Сонымен шығып, бір-бірімізге қарап отырдық, бір көзбен. Заттарды алып шықтыңыз ба? Жоқ, өзім шығып тұрмын. Сонымен мен айттым, кешірші мені дедім. Мен жылап қалғаным үшін, осылай сізге бір кішкене нежданчик болып қалғаны үшін кешіріңізші мені. Мен эмоциямды ұстай алмай қалдым дедім. Бір-бірімізге кешірім сұрадық та, сонымен күшті болып кеттік. Жоқ, тура осылай болды. Біз шыққаннан кейін мен ойланып оттым да бүйтіп 10 минутта елесем келе жаттым да. Сонымен жайлап сөйлеп баса едім, кетті. Екеуміз де күшейіп кеттік. Градус көтерілді. Сонымен мен что-то болмайды дедім, қазір шешілмейді. Екеуміз де басылғаннан кейін потом сөйлесеміз деп. Сөйтсем ол қоймайды, жоқ қазір сөйлесеміз. Сонымен сол жерден тоқтайтын болып кеттік. И бір жарты сағаттан кейін ба, 1 сағаттан кейін ба звондаған кезде даусынан біліп қойдым бәрін. Бәрі нормально екен. Сонымен сөйтіп шешілді енді. Ал кетем деп айтқан кезде сендіңіз ба? Жоқ, ештеңеге сенген жоқ. Серьезно сөйледім. Келесіз па? Біз жақсы қоштасайық деп қоям ғой. Бірақ бұл кісі келген кезде түрі уже андай спокойно да бетіме қарап қояды. Чөтім, неге уайымдамай? Демек даусыңыздан білген болып тұр. Я, менің уже даусымдан да біліп қойып тұрды. Барлығы жақсарып қалғанын, ашуым басылғанын, кешірім сұрайын деп тұрғанымды сол біліп қойды. Кеше негізі Аруна өзің ұялып қалдың ба? Жылағаныңа, айтқаныңа, иә? Изат ол қалай да болса да шығу керек болды, жылау керек болды, эмоцияшы. Сосын балауса саған андай пранк істеп отыр ғой, қайтамын деп отыр. Негізі бұның бәрі бір Арунаның бір іші пысқаннан сияқты андай. Өйткені Нұртас бізде өте сабырлы ғой енді. Ұрыс басталып жатса бүйтіп отыра береді да, қойшы деген сияқты. Арунаның бір іші пысқаннан істеген сияқты бұны.
сондықтан кішкене ұялып қалдым да, ішім пысып алды да, сосын өзімдікін алып алдым да, сосын кішкене Жоқ. істеп қалдың, ұялып қалдың да. Жоқ, біз біраз болды негізі отырып кішкене сөйлеспегенімізге балауса ханым, себебі шыққан бойдан бұл кісі жұмыс істейді, жаңағы шаршап қаламыз, уже қатты бір сағаттап отырып тілдесуге шынымен де бізде уақыт болмайды негізі. Мынан бөлек ойын бөлгім келмейді негізі. Және де мен ойлаймын да, кейде мен мүмкін бір кішкене нәрселерді бір талқыға түсірейін десем, бірдеңелерді сұрайын десем, бұл кісінің проблемасын үстіне проблема қосамын ба деп те уайымдаймын да. Сол себепті мен көбіне үндемеймін, жанында жүре берген өзіме негізі жайлы. Бірақ болады кейде қыздарда ол әйел адамдарда кішкене бір шаршап қаламыз ба, бір іші пысқаннан емес, ол любой қызда болады, арасында бір жылап алғың келеді, онда тұрған не бар екен? Нұртас мынандай ғой енді, Арунаның осылай каждый раз осылай істегеніне кішкене кешегі түріңізден байқасақ, ашуланып қалды ғой жаман ше, мен не бүлдіріп қойдым деген сияқты түрмен ашуланып қалды да, янына өстіп кішкене депрессияға түскенде сіз шыдайсыз ба? Иә. Кеше қалай болдыңыз, жағдайыңыз қалай болды деген сияқты ғой. Жоқ, енді ол қазір осындай жайлап болады, оның бәрін шешіп, ең соңында ол да жоқ болады ғой бір күн. Балауса ханым, Дұрыс қабылдамадым ғой. Түсінбей қабылдадым. Келесі жолы зато түсініп қабылдадым. түсініп, негізі екеуінің жұлдыздары, білуімше Нұртас мырзаныкі близнецы, знактар, екеуі андай жаңағы отношенияда мен лидер болам деген сияқты отношениядан бөлек өмірде де лидер болғанды жақсы көретін адамдар да. И сол үшін мен ойлаймын, кішкене бүйтіп бір-біріне тартып жатқан сияқты. Менде болады сөз құқығы, менде болады деген сияқты. Енді Аруна өзі мықты қыз болса да, андай эмоция, ол бүкіл қыз балаларында ол эмоция болады да, андай эмоциясын шығарғысы келеді. Ал близнецылар, олар жақсы көрген моментінде эмоция бермейді. Олар ешқандай эмоция көрсетпейді. Как будто ол адамға бәрібір сияқты өмір сүреді да. И мен ол нәрсені солай деп ойлаймын.